Әкенің батасын алған ұлдың қандай болатынын айтайын ба? Мынау Өзбекстанда өткен бір қари, үлкен азамат болған, Фазыл қари деп атайтын болған ол кісіні. Фазыл қари десе, Өзбекстанда ол кісі сондай танымал үлкен ғалым болды. Әкесі ақылынан айырылған екен, алжасу бар ғой, жасы жете алжасқан екен. Сонда балам мені үйіме апар дей береді. Әкесін отырғызып, баласы жаңа көлікпенен көшені бір айналдырып әкеліп, қайта үйіне әкеледі, бір айналдырып әкеліп, қайта үйіне әкеледі. Солай үнемі. Бір күні жағдайлар қиын болып, көлігін сатып, көлік жоқ енді. Әкесі айтады дейді, балам мені үйіме апар деп айтады дейді. Арбаға отырғызып алып, көшені бір айналдырып әкеліп, қайтадан үйге кіргізіп қоямын дейді. Сонда үнемі қылатын бір батасы бар дейді. Балам патшалар артыңда тұрып намаз оқысын деп айтады дейді. Патшаларға имам бол деп айтады дейді. Бір алжыған шалдың айтқаны ғой деп мән бермей жүре беретінмін дейді. Сөйтіп жүрген кезімде Өзбекстанда, Ташкентте орталық үлкен бір мешіт ашылды дейді сәулем. Сол оқиғаға тұспа-тұс президенттер жиналысы өтеді. Орта Азия мемлекеттері ғой. Солар барып, жаңа мешіттің ашылуына қатысып, жаңа қаридың артында тұрып намаз оқыды дейді. Ағыл тегіл жылап жатырмын дейді. Қари айтады, мен ойлап жүргенім дейді, бір жынды шалдың бір жай ғана сөзі ғой деп дейді. Жоқ. Әке шешенің балаға қылған дұғасы пердесіз көтеріледі.